Несібе, сен маған о баста уәде беріп едің ғой. Неге енді өзгере қалдың? Сен үшін жұмысымды тастап едім, деп сөз соңы жатқан Аягөздің көзіне жас үйірілді. Ойынның қызығына беріліп кеткен Мирас, қойшы, маған не дейсің енді, деді жақтырмай. Жағдай солай деп қол қусырып қарап отыра береміз бе? Бір амалын қарастырайықшы. Сенің мына отырысың жүйкемді жұқартып барады. Қалай бейғам компьютерде ойын ойнап отырасың? Біз мына жақта қырылып жатсақ, деген Аягөз күйеуінің желкесінен түйіп қалғысы келді. Сөйлей бермеші, тыныштық берші маған. Қап, ұтылып қалдым сенің кесіріңнен, деген Мирас компьютерді ұрып жібере жаздады. Саған сенген едім, деген Аягөз жыларман халде ас үйге беттеді. Ол жақта енесі қазан тексеріп жүр екен. Келінін ала көзімен ата қарап, саған айтып едім ғой, ет тас сал деп. Бүгін бәрін жеп қойсақ ертең аш отырамыз ба? Сәл үнемдеуді үйренсейші. Баяғы дәуір жоқ енді, жоқ. Өзің ойлансаң болады ғой. Осыны да үйретуім керек пе саған, деп қазаннан еттің жартысын сүзіп алып, қайта мұздатышқа лақтырды. Құдай-ау, не істесем де жақпай қойдым ғой осы қақпасқа, деген Аягөз естілер-естілмес күңкілдеп қамырын илей бастады. Бір кезде күйеуі отырған бөлмеден енесінің шаңқылдаған даусы естілді. Сауап болыпты. Мен тыңдамасаң да шешеңді тыңдайтын шығарсың енді, деген Аягөз өшін қамырдан алғандай тастай етіп илеп, оны жұдырықтай берді. Артынша күйеуі Мирас, маған не дейсіз? Неге маған тисе бересіз? Бір күн тыныштық жоқ үйде, бір күн безіп кетсең ғой, деп есікті сарт ашып сыртқа беттеп барады. Қайда барасың? Тамақ пісейін деді қазір, деп бұл айқайлап қалды оның ізінен. Бұрылып та қарамаған күйеуі көлігін оталдыра бастады. Кімге тартқан? Бөркемік болды екен бұл бала. Оқыттық, шоқыттық, қалағанын әпердік. Қалаған жұмысына да кіргіздік. Отырысы мынау енді, деген Орынкүл апа келіннің алдынан өтіп бара жатып, қамырын өткендегідей былжыратпай қатты иле, деп бұған да тесіп өтті. Аягөз үшін күннен күнге бұл үйдің ауасы тарылып бара жатқандай, жүйкесі де жұқарып біткен, үзілу шақ қалып тұр. Енесі тағы бір сөйлесе, баж етіп бетінен алғалы тұр. Үндемей келді ғой, көніп келді осы күнге дейін. Бірақ мұның жазығы не? Осылай болсын деп тілепті ме? Келіннің аяғынан деген сөзді қару етіп алып, неге ертелі-кеш қақ маңдайынан соққылай береді? Келін байғұс табалдырық аттағанда, мен осы үйге қайға келейін деп келмейді ғой. Осы үйге сіңісіп кетейін, жақсы қырымнан көрінейін деп жалтақтап, кім жылы сөйлесе соны дос көріп, өзімен өзі әбіжіп жүрмей ме жас келін? Неге енді жай ғана сәйкестікті келіннің аяғынан көре береді бұл кемпір? Қайнатамды мен өлтіргендей неге маған шүйілсе береді? Осынан тағы бірдеңе десін, мен де айтып тастаймын, деп Аягөз тастай етіп илеп тастаған қамырын жая алмай жан терге түсіп отыр. Өзінен бар ғой, махаббатпен емес есеппен тұрмысқа шыққан өзі емес пе? Қалтасы жұқа жаяуларды менсінбей, қолында жақсы қызметі, үйі, көлігі бар, әкесі шенеунік Мирасты есеппен таңдап еді. Көп жігіттің ішінен, онда да әлеуметтік желі арқылы парақшасына бар жақсысын шетел қыдыратынын жалтыратып сала берген Мирасты бір керемет азамат деп ойлап еді. Сөйтсе, бәрі де әкесінің арқасында екен ғой. Әкенің дүниесі балаға мал болмайды деп те бекер айтпайды екен. Сол сөз міне алдынан шығып отыр. Әкесінің дәуірінде жалғанды жалпағынан басып шалқыған Мирастың ғана емес, бұл әулеттің күні қараң қазір. Ал Мирас бұған уәделерін үйіп-төгіп беріп еді. Иә, Аягөз де осал жан емес. Үлкен бір білдей мекемеде бас есепші болып жұмыс істеді. Қосымша тағы да жұмыстары бар еді сол қалада. Табысы өзінен артылып, ауылындағы бауырларына көмектесіп тұратын. Мирасқа да кездесіп жүргенде жағдайын жасырмай ашық айтқан, қарапайым көп балалы отбасына шыққанын, әке-шешесінің жалғыз үміті өзі ғана екенін, олар мұның көмегіне зәру екенін бәрін ашық айтқан. Саған күйеуге тиіп бауырларынан бас тартып кете алмаймын. Олар аяққа тұрғанша мен қажылай қарасып тұруым керек. Оқитынын оқытып, күйеуге беретінін күйеуге беріп, үйленетінін үйлендіруім керек. Әкемде тұрақты жұмыс жоқ. Анам бала күнімнен үйде, күндерін әрең көріп отыр. Ертеңгі күні үйленсек, төркініңе таси берме деп менің отбасымды есептеуші болма. Мен саған жасырмай айтып отырмын. Көнсең көн, көнбесең әне жолың ашық, деген. Ал аспандағы айды әперердей болып үздіккен Мирас Аягөзден айырылып қалмау үшін оның бар талабына көніп уәдесін де берген.
Сол да проблема ма? Сен де айтады екенсің, қатырамыз ғой ол жағын. Мен де қарап отырмаймын. Сенің бауырларың менің де туыстарым болады енді. Олардың аяққа тұруына мен де көмектесемін. Әнеугі университетте жолдас балам жұмыс істейді. Ініңді сол жерге түсірейік деп қолпаштай жөнелген. Жігітінің кең жүрегіне риза болған бұл көзі тас жұмып етегінен ұстап еді. Жүрегінде махаббат жоқ еді аягөздің. Таза есеппен келіп, келін болып табалдырық аттап еді бұл үлкен үйдің. Арадан айға жоқ уақыт өткенде еншілерін алып үлкен қалаға кетпек болғанда бұл әулеттің басына қара бұлт үйірілді. Үлкен қызметте жұмыс істейтін қайнатасы пара алды деген күдікке ілінгендер мен қатысы бар болып шығады. Толассыз тексерулер жүріп, 2 пәтер мен үйдегі 3 көлікті жинаған тергенін сатып, әрең дегенде тірлікті жапқандай болады. Бірақ қайнатасы жүрек ауырынын жамап, көп ұзамай көз жұмды. Сол кісімен бірге үйдің бүкіл берекесі кеткендей. Қазіргі күндері бей-берекетсіз. Мирас та жұмысынан босап қалған. Енесі Орынкүл де күйеуінің дәуірінде ореке болып төрде отыратын. Қазір оның да жүні жығылған. Жұрттың табасынан қашып, үйден көп шықпайды. Ыза ашуын кімнен аларын білмей, ұлы мен келінін түртпектей беретін болған. Мынау не енді? Бұл қамырды менің итім де жемейтін шығар. Көргенсіз деген енесі бір астау піскен қамырды апарып итаяққа төңкере салды. Жұқа жаймайсың ба? Кірпіштей қамырыңды қай қоймен беріп отырсың маған? Мұндай тамақты әке-шешең жейтін шығар. Мен жемеймін. Осы сен әдейі жасайсың ғой, деп сөйлеп бара жатқан енесі кейінгі көшеде тұратын тұрмыстағы қызының үйіне бет алды. Қызына мұны әбден жамандап, шерін тарқатып қайтпақшы. Енесі кеткен соң итаяққа төгілген қамырға қарап, аягөздің іші қыш-қыш қайнады. Дәл осы тамақты бауырларым таласа тармаса жеп қоятын еді. Мынау мастанған кемпір тәубесіне түсе қоймапты ғой әлі де. Обалы өзіне деген ол тірлігін тастап өз бөлмесіне барды. Жайрап жатқан ыдыс-аяққа қол сілтеді. Бұға берсең суға береді екен. Менің пісірген тамағыма көңілі толмай ма? Өзі пісіріп алсын ендеше. Ештеңе істемеймін, ыдыстарды да жумаймын деген ол ерегісіп ұйқыны соғуға кірісті. Айтсам айтты дейсіңдер, міне қара, барлық жер ашық-шашық, ыдыстар айра-жайра, мұның жатсын қараш. Не істеймін енді, өзім жуамын да посуданы деген енесінің айқайлаған даусынан аягөз селк етіп оянды. Қайынбикесі де келген-ау. Ол әлденелерді айтып күбірлеп қояды. Қайынбикесі үшін орнынан ышып тұрғысы келді, бірақ енесіне ерегісіп жата берді. Қайынбикесі жақсы ғой, мұны түсінеді, сөзін сөйлейді. Дұрыс кеңестерін беріп, сабырға шақырып отырады үнемі. Енесі мен Мирастың тірлігіне күйіп кеткенде шағымданатын жалғыз жақын адамы осы қайынбикесі еді. Қоя берші, үндемей-ақ қоя салшы. Шалынан, дүниесінен, мансабынан бір сәтте айырылып қалу оған оңай тимеген ғой. Сөйлеп қояды. Сен үндемей-ақ қоя сал. Маманың мінезін білемін. Сенің еш кінәң жоқ деп үнемі басу айтып отырады. Қазір де бөлмеге кіріп жымия. Шаршаған боларсың, демалып ал. Өзім жинастырып қоямын деп тұр. Иә, шаршадым, бәрінен шаршадым деген аягөз көз жасын төгіп жіберді. Қызының ізінен кірген Орынкүл, не істеп шаршадың? Бір тамақ пісіріп, анда-санда үй жинағаның үшін шаршап жүрсің бе? Сені қиналмай-ақ қойсын деп малды да саттық деп тұр. Сол сөзін аягөз енді жауапсыз қалдырмас. Неге мен үшін саттыңыз? Неге олай дейсіз? Кез келген нәрсені маған әкеліп тіреп қояды екенсіз осы, деді жылап. Сен кінәлісің, бәріне де сен кінәлісің. Сен келіп едің, тірлігіміз кері кетті, барымыздан айырылдық, келіннің аяғынан. Жолың ауыр, жұғымсыз адамсың да, жүрген жеріңде шөп шықпайды деп айқайлағанда аягөз енді құлағын тас бекітіп үйден тура қашқысы келді. Мама, қойсаңызшы енді, аягөздің не қатысы бар? Не деген едім сізге? Жетер енді деген қайынбикесі анасының аузынан қақпақ қоймақшы. Былай тұр, сен араласпа. Келін емес бәле бұл. Кердейіп алып үнемі қабақ ашылмайды. Как будто осы үйде қиындық көріп жүргендей. Қиындық керек болса мен-ақ орнатып берейін саған, деген Орынкүл апа екі білегін түріп алыпты. Аягөз тағы бір сөз айтса, бетінен жұлмақшы. Осы кезде Мирас та келе қалды. Үйдегі айқай-шуға оның еті өліп кеткен.
Қолындағы 2000 теңгені шешесінің бетіне лақтырғандай болып, міне бүгінгі бар тапқаным деп шікірейіп тұр. Мынау жүр 2000 тапқанына кісі болып. Неге жетеді бұл? Дүкенге қарызымыз 50 мыңнан асты. Свет суды төлемегенімізге 3 ай болды. Осы 2-3 күн төлемесек, оны да өшіреді. Отырыңдар, кейін ел аман, жұрт тынышта, қараңғы үйде аштан аш. Мам, енді таксовать ету оңай дейсіз бе? Деген Мирас бұрқылдап кетіп барады. Бүгінгі планын орындап тастағандай компьютердегі ойынын жалғастырмақшы. Қайынбикесі Дина шешесін итергендей болып бөлмеден шығарып жіберді де өзі Аягөздің жанына отырды. Маманың сөздерін көңіліңе алмашы. Ол бәрімізді де оңдырып жатқан жоқ. Әкеміз кеткен соң осындай болып қалды ғой. Жүйкесі сыр беріп жүр. Шипажайға жіберіп бір демалдырып аламына осы деп күрсінді. Әрең шыдап жүрмін. Жазығым не менің? Үндемейін десем сөздері сүйектен өтіп барады. Шыдашы, сәл өзіне келсін. Дәл қазір өзі не айтып, не істеп жүргенін білмейді. Сөйтіп жүріп жынданып кетпесе жарар еді. Әкемнің жағдайы есеңгіретіп тастады. Ақылың бар ғой, түсіністікпен қарашы, деді қайынбикесі Дина. Мирас ше, ол неге ойламайды? Есілдерді тек интернеттегі ойындар, еш мақсаты жоқ. Күл болмасаң, бұл дегендей өзімен өзі. Осы үйдің ерке ғой ол. Неге ол әрекет жасамайды? Білмеймін, жаным қиналып кетті. Кетіп қалғым келеді төркініме, деген Аягөз Динаның иығына басын қойып, еңіреп жылап алды. Кетпе, сен кетсең бұл екеуінің күйі не болады? Шешем анық жынданады, ал Мирас ішіп шегіп нағыз қаңғыбасқа айналады. Әлде де сен ғой осы үйдің түтінін түтетіп отырған, деп қайынбикесі ағынан жарылды. Ал арғы бөлмеде Орынкүл апа мен Мирастың айқайлап ұрысқан дауыстары естілуде. Қайынбикесі кеткен соң інісі телефон соқты. Ол оқуға өз күшімен түскен. Жол жүрегімен киім-кешек, ішіп жеміне ақша сұрап тұр. Құдай-ау, менде бар болса сені сұратпай-ақ беретін едім. Не істеймін енді, деген ол Мирасқа айтып көрмек болды жағдайды. Егер ер азамат қой, бір жолын табар деп үміттенді. Бірақ ол оқырая қарап, қандай ақша, есің дұрыс па? Өзіміз аштан қырылайын деп жатқанда оған ақшаны қалай тауып беремін? Маған ешкім қарыз бермейді. Жолдастарымда теріс айналған. Әкем бар кезде дос екен олар. Қазір бірі де қарамайды маған. Мен жалғызбын. Ешкімім жоқ қарыз сұрайтын, деді. Бауырларыңа көмектесемін деген уәдең қайда? Мен саған сенген едім, деп Аягөз тағы да көзінен жас алды. Ой, білә, тағы бастадың ба? Кетші бар. Сенің бауырларыңа емес, маған көмек керек қазір. Кім маған көмектеседі, деп айқайлады. Салы суға кеткен Аягөз қайта бөлмесіне келді. Мирасқа сеніп жүре берсе, мынау үйдің шаңырағы опырылып құлап, өзінің бауырларының да күні қараң болайын деп тұр. Ол көптен бері қолданбаған ноутбукты қолына алды. Бұрынғы таныстарына хабарласа бастады. Жан-жақты ізденіп, қашықтықтан істейтін жұмыс тауып алмақшы. Тәжірибесі мол болғандықтан өз саласында жұмыс табу Аягөзге қиынға соқпады. Өз қызметін ұсынып арнайы сайттарға жарнама беріп еді, дереу тұтынушы да табыла кетті. Бір кәсіпкердің есеп-қисабын жүргізіп отыратын болды. Қашықтықта отырып тұтынушылармен сөйлесіп, келісіп боламын дегенше арадан 3-4 сағат өтіп кетіпті. Уақыттың қалай өткенін білмейді. Бір кезде енесі келді, есікті теуіп ашқандай болып. Мирасқа әбден айқайлап шаршап ұйықтап қалып еді. Ұйқысын аша алмай есінеп тұр. Сен де ойын ойнап отырсың ба? Екеуің екі жақта отырыңдар, жетісіңдер. Иә, маған ерегісіп сен де отыра бер, ессіз қалғырлар, деп қайта кетіп барады. Аягөз енесінің сөзіне мән бермеді. Тез-тез жұмысын бітіріп, клиенттен ақша алу керек. Аз ақша болса да інісіне аударып жібермекші. Болашақта миллиондарды әкелетін Аягөздің жұмысы осылай басталып еді. Күйеуінің ездігі мен енесінің ессіздігі Аягөздің табысқа апарар жолын осылай ашып берді. Жүйкесі темір емес, рас шаршайды. Жұмыстан емес, енесінің сөздері мен күйеуінің енжарлығы шаршатады. Қайынбикесі айтқандай, енесіне соңғы кездегі жағдайлар соққы болып тиген. Оны түсінуге тырысады. Ал күйеуше кезінде аузы көпіре лепіріп еді, мақтанып еді. Ой, сол да сөз болып па? 6 секундта шешіп тастаймын ғой.
кез келген проблемаңды деп мұның сенімін оятып еді. Бәрі жалған екен. Әкесінің мансабы мен байлығы екен ғой оның кеудесіне нан пісіріп қойған. Сол үшін күйеді. Таңдап жүріп тазға жолыққан өзін сөгеді іштей. Ортада ортақ бала да жоқ әзірше. Кетіп қалғысы келеді. Не үшін бұл үйде байланып жүргенін өзі де түсінбейді кейде. Бірақ кете алмайды. Осы үйдің табалдырығына шегесіз қағып тастағандай аттап ары баса алмайды. Мүмкін жан-жақта үлгілі болуым керек, өзгелер менен өнеге алуы керек деген бала кезден қалыптасқан қағидасы ажырасып кетуіне жол бермей жатқан болар. Солай ғой. Бұл отырыңқырап барып тұрмысқа шыққанда ағайын туысы таныстары бәрі таңғалып еді, қызығып еді, сүйсініп еді. Керемет жерге барды, бағы ашылды деп бәрі таңдай қағысқан. Ал әкесінің туыстары анасының айтуы бойынша көре алмай іштері тұз жалапты. Олардың тұз жалағанын ұзын құлақтан естіпті анасы. Иә, әкесінің туыстарымен бұлар араласқан емес. Әкесі де бұл тақырыпта ләм-мим демеген. Ешқандай той жиын өлім жетімге барыс-келіс деген атымен жоқ әкесінің туыстарымен. Анасының айтуы бойынша олар әбден көрсеткен екен баяғыда. Солардың кесірінен әке-шешесі ажырасып кетпек болып, бұлар тірі жетімдіктің қамытын кие жаздапты. Тізе берсе сөз көп қой. Анасының айтуы бойынша бұлардың сүрінгенін, құлағанын, алақанын ысқалап күтіп отырған әкесінің туыстарына таба болғысы келмейді бір жағынан. Әке-шешесінің бетіне шіркеу болып, оларды дұшпандарының аяғына жығып бергісі жоқ. Төркіннің еңсесі тіктеліп, бауырларының жақсы білім алып, өмірден өз орындарын табу үшін барын жасайды бұл. Аягөз толығымен жұмысқа бет бұрды. Үй тірліктерін тез бітіріп тастап, жұмыс үстеліне отыра қалады. Күндіз-түні ғаламторға телміргеннің арқасында жақсы тұтынушылар саны да арта берді. Әлеуметтік желіден бірнеше парақшалап ашып тастап, қызметінің жарнамасы жарқыратып тарата берді. Жеке кәсіпкерге есеп-қисапты байланысты кез келген мәселеде ақылы кеңес беретін қызметін де ұсынды. Тапсырыстар көбейіп, табысы да өсе берді. Аз күнде інісінің сұраған қаражатын артығымен тауып берді. Салмақ салмай грантқа түскен інісінің талабынан қалай айналмасқа. Тауып береді ғой, сұраған ақшасын тауып береді. Керек жарағын толығымен әперуге әрекет жасайды. Мен тұрғанда бауырларым ташлық көрмеу керек. Арбаның алдыңғы дөңгелегі қайда жүрсе, соңғы дөңгелегі сонда жүреді емес пе? Інім де кейін мен сияқты бауырларына көмектесетін болады деп ойлады Аягөз. Сол үмітіне сенеді Аягөз. Інісіне қаражатты тауып берген соң енесін де қуантып қойғысы келді бүгін. Сыртта өзімен өзі сөйлеп, қызын сырттай ұрсып жүрген енесінің қасына барды. Айтып ем мен ол ессіз қалғыр қызға. Жыл сайын туа беріп топас болып қалған. Врач болсын деп оқыттық пәленше жыл. Сол қаладан әкесі жұмыста тауып беріп еді. Ал бұл сумый келіп түгі жоқ бейшара жетім кластасына күйеуге тиді. Мақұл махаббат екен, түсіндік, мақұл дедік. Ендігі отырысы не? Тағы да 2 қабат. 7 баласы аз ба еді оның? Болды ғой енді. Врач болып жұмыс істей алмайды еш жерде. Топас десе, күйеуі молынан тауып, бала шағасын қарық қылып асырап жатса екен мейлі. Маған десе 15-ін неғып тумайды. Жармай отырып туғыш болды ғой осы қыз. Миы айналып дуаланып қалған осы қыз ше деп күңкілдеп жүрген ол Аягөзді көріп одан сайын тырыса қалды. Біреуің оңбадыңдар ғой. Не қызым, не балам, не күйеу балам, не келінім. Шеттеріңнен бәріңді бір сабап алса ғой шіркін. Иә, қандай тамақ пісіресің? Майын көлкілдетпей аз құй деп жекіді. Мама, дүкенге қанша қарыз болдық? Жүріңіз бірге барып төлеп келеміз. Үйге азық-түлікте алайық бірге деді барынша сабыр сақтаған Аягөз. Ол енесін түсінгісі келеді ғой. Осы кезге дейін әбден күйеуіне арқа сүйеп, ерке қатын болып жүрген ол қазір дауылды теңіздің ортасында жалғыз қалғандай, қолына ілінер жағаға жеткізер қара таппай жанталасуда. Ешкімді аямайды, тек Аягөзді ғана емес, ұлы мен қызын, көрші-қолаңын, ағайынды да қырып барады. Кінәмшіл болып алған, бәрін кінәлай береді шетінен. Асекең барда жалпақтап қолыма су құюға зар болып жүретін едің. Енді телефоныңды алмайсың ба? Ессіз қалғыр немене деп күнде телефонда біреумен ұрсып отырады.
оңай емес. Мама, жүріңіз дүкенге, деді Аягөз тағы да. Ойпырмай, қалай ғана төлемексің қарызды? Мені кекетіп тұрсың ба? Ол дүкенші менің подружкам болғандықтан сонша ақшаға продуктыны қарызға беріп жүр. Әйтпесе мә беретін еді, деген енесі екі саусағының ортасынан бас бармағын шығарып келіннің бетіне тақады. Иә, біліп тұрмын ғой, жүрсеңізші енді сол подружкеңізге. Мен сізге айтып едім ғой, жұмыс істеп отырмын деп. Міне бүгін счетыма біраз ақша түсіп еді, деп Аягөз жымиған болды. Орынкүл апа сенер-сенбесін білмей келініне қарап қалыпты. Азық-түлік аламыз ғой, машинамен барайық, деп Мирастың көлігін оталдыра бастады келіні. Томпаңдап жүгірген Орынкүл апа да көлікке жайғасып алды. Сен қалай таптың ақшаны? Сонша көп ақша тауып қойдың ба не? Деп сұрап қояды жолда енесі. Иә мама, Құдай қаласа бұдан да көп ақша табамын әлі. Тек маған сіздің көмегіңіз керек, деді Аягөз. Қандай көмек? Деген енесінің даусы қатты шығып кетті. Сіз ашулана бермеңізші, үйде айқайлап ұрса бермеңізші бәрімізді. Мен сорлы бекерге айқайламаймын ғой. Пәтуасыз тірліктеріңді көріп жыным қозады, деп оталған Орынкүл апа тағы да сол әуеніне көшті. Күйеуі барда шалқып өмір сүргенін, бар дүниесінен айырылғанын, кезінде қолын алуға зар болып жүрген пенделердің қазір шікірейіп қалғанын, ұлы мен қызы үмітін ақтамағанын шетінен тізбектеп айта жөнелді. Бұл сөздерін 100 рет естісе де, Аягөз үнсіз тыңдап отыра берді. Дүкеннің қарызынан құтылған соң олар азық-түлік сататын үлкен сауда орталығына барды. Енесі алдына түсіп алған. Ол майда қадаммен томпаңдап жүріп, бір үлкен арбаны толтыра тастады. Әр затты аларда келініне жаутаңдап қарап қояды. Ала берейін бе, ақшаң жете ме дегендей. Маған қарамай қалағаныңызды алыңызшы, не жегіңіз келеді қалағанын алыңыз, деп бұл мән бермеген болып жүр. Үйге келген соң Аягөз қайынбикесін шақырды. Енесі де құптап жүр. Иә, келсін, етсіз көже ішіп отыр ғой. Қазанға етті молынан сала бер. Кедейдің бір тойғаны байығаны. Өлеміз бе енді? Бір адам сияқты отырып тамақ жегіші, деген енесі өзі қамыр илеуге кірісіп кетіпті. Аягөз дастарханды жайнатып тастады. Сәлден соң бала-шағасын ертіп қайынбикесі келді. Бәрі улап-шулап дастарханға жайғасты. Кішкентайлар бар, тәттіні опырып барады. Бәрі көңілді. Мираста жүр, мә, мықтысың ғой, осының бәрін сен алдың ба, деп қояды. Көптен бері бұл шаңырақта мұндай көңілді күй орнамаған еді. Тірлігінің тасы өрге домалап, тапсырыстар көбейген сайын Аягөздің анау-мынауға көңіл аударуға мұршасы болмады. Енесінің анда-санда ұстап қалатын тентек мінезіне, күйеуінің бой күзейтініне бас қатырып, баяғыда езіліп еңіреп жатуға уақыты да жоқ. Әр минуты есептеулі мұның. Әр минутын тиімді өткізу керек. Әр минуты бұған ақша келуде. Ақшасы көбейген сайын өзіне деген сенімі артып, үлкен жоспарлар құра бастады. Өзінің тірлігін заңдастырып, офис жалдап көмекшілер алмаса үлгере алмай жүр. Ал күлшелі бала сүймекке жақсы дегендей, Орынкүл апа келініне ләм-мим деп ауыз аша алмайды қазір. Барын түгендеп, көйлек көншігіне дейін әперіп, аузынан ақ май ағызып қойған келіннің авторитеті өсіп кеткен. Керісінше ақыл кеңес сұрап қояды кейде. Сен болмасаң тоз-тозымыз шығып, қоңыз теріп, тентіреп кететін едік. Менің ана-мынау айтқан сөздеріме ренжіме. Кезінде осы үйді салып жатқанда басыма ағаш құлап қатты соқ қалғанмын. Содан кейін ашушаң болып қалдым ғой. Саған ұрыссам да арам ниетім жоқ. Мынау Мирасқа сен сияқты пысық әйел керек еді, дейтін болыпты. Ай, қу дүние-ай, пендені періштеге, періштені пендеге айналдырар бұл қу дүние неге сонша құнды болды екен? Мейлі ғой, сіз үйтіп-бүйтіп едіңіз, бүйтіп айтып едіңіз, деп Аягөздің енесімен салғыласып отыруға да уақыты жоқ. Әбден жұмыс басты болып алған өзі. Босаңсуға болмайды. Екі әулет мұның табысына қарап отыр. Төркіннің де жыртығын жамап, жоғын жеткізу керек. Өзінің жұртымен қоса төркінін де асырап бағып қағуды Аягөз өзіне міндеттеп алған. Сондай күндердің бірінде қайынбикесі Дина толғақ үстінде көз жұмды. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңырауларына басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.